Сәлем, YouTube каналыма қош келдіңіз. Бүгінгі рецепте өте жұмсақ, дәмді пицца дайындаймыз. Пиццаның қамыры жақсы көтерілсе және сырдың сапасы жақсы болса, пиццаңыз жұмсақ шығады. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ыдысымызға жылы су, тұз, қопсытқыш, дрожж салып, жақсылап араластырамыз. Зәйтүн майын қосамыз. Болмаса күнделікті сұйық майды қоссаңыз да болады, бірақ зәйтүн майы жақсырақ. Енді осы сұйықтыққа ұнды бөліп отырып саламыз. Қамырымыз қатты болып қалмауы қажет, сондықтан ұнды асықпай отырып салғанымыз жақсы. Қамырды дайындап болғаннан кейін ыдысымызға осылай майлап саламыз. Міне қамырымыз да жұмсақ болған. Бетін жауып жылы жерге 30-40 минуттай көтерілгенше қойып қоямыз. Беті толық ауа кірмейтіндей толық жабылуы қажет. Қамырымыз көтерілгеннен кейін қолымызды майлап, қамырды екіге бөліп, сол күйінде пергамент қағаздың үстінде қолмен жаямыз. Қолмен жайған жақсы, басылып қалмайды. Қамырды қолға алғаннан кейін дөңгелектеп, содан кейін жаюдың қажеті жоқ. Сол күйінде ыдысқа болмаса пергамент қағаздың үстіне жаямыз. Бетіне соусқа кетчуп майонезді жағып шығамыз. Салмасына өз қалауыңызша өзіңізге ұнайтын көкөністер қойсаңыз болады. Мен бірінші пиццаға тартылған етті, екінші пиццаға колбаса мен помидорды қойдым. Печканы алдын ала қыздырып қоямыз. Қызып тұрған 180 градустағы печкада 20-30 минутта пісіріп аламыз. Пиццаның пісуіне 3-4 минут қалғанда ғана сыр саламыз. Сырды о баста пиццамен бірге салуға болмайды, күйіп кетеді. Міне пиццамыз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай өте жұмсақ, нәзік болып шыққан, дәмі де өте керемет. Егер менің рецептім сізге ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Асыңыз дәмді болсын.